Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен геосаясат бөлімін бастаймыз. Яғни қарастыратын тақырыбымыз жалпы геосаясаттың мақсаттары мен міндеттері, зерттеу пәні және негізгі категорияларын қарастыратын боламыз. Сонымен геосаясат. Геосаясатқа анықтама беретін болсақ, мемлекеттің стратегиялық әлеуетіне ықпал ететін географиялық, саяси, тарихи және басқа факторларды тұтас бірлікте зерттейтін ғылым екен. Ал бұл терминді ғылымға енгізген швед ғалымы Рудольф Челлен екен. Жазып алайық, бұл бізге керек болады, иә? Яғни Рудольф Челленнің геосаясатты ол кеңістіктегі географиялық ағза деп қарастырды мемлекетті. Кеңістіктегі географиялық ағза. Челленнің айтуы бойынша. Жалпы ол геосаясатты мемлекет туралы ілім деп анықтаған. Сондықтан да экономикалық, демографиялық, әлеуметтік, әскери, саяси жақтарын жүргізіп, геосаясатқа көп көңіл бөлу керек деп айтты. Ал жалпы геосаясаттың мақсаты не? Бұл мемлекеттің геостратегиясын анықтап, тұжырымдау. Жалпы геосаясат ол үлкен қолданбалы ғылым. Оның бірнеше міндеттерін айтып өтуге болады. Біріншіден, ол геокеңістікте бақылау жасаудың тетіктері мен формаларын зерттеу. Екіншіден, экономикалық деңгейдегі әртүрлі күштердің кеңістіктегі шекараларын айқындау және болжау жасау. Үшіншіден, жетекші геосаяси күштердің ықпал аймақтарын жіктеу негізінде дүниежүзінің геосаяси аудандастыру жасау. Және төртінші, геосаясат субъектілері үшін геосаяси кодтарды жасау дейді. Ал геосаяси кодтар дегеніміз мемлекеттің сыртқы саясатын қалыптастырған кезде үкіметтің басқа мемлекеттер туралы жасайтын стратегиялық болжамдарының жиынтығын геосаяси кодтар деп айтуға болады. Жалпы геосаясаттың зерттеу пәні не деп айтсақ? Геосаясат мемлекеттердің сыртқы саясаты мен олардың бір-бірімен қарым-қатынастарын саяси, экономикалық және әскери стратегиясын өзара байланыс тұрғысынан зерттейді екен. Ал бұл байланыс геосаясат негізгі зерттеу пәні алуан түрлі аумақтық модельдері бар аса күрделі дүниежүзілік геосаяси құрылым деп айтсақ болады. Геосаясат геосаяси күштер мен үдерістерді әртүрлі деңгейде модельдеуді жүзеге асырады және осы арқылы әлемнің геосаяси құрылымын жасайды деп айтсақ болады. Жалпы геосаясатта біз геокеңістік дегенді айтсақ болады. Ол геокеңістік дегеніміз, жалпы географиялық кеңістік, ол өзара байланысқан және даму үстіндегі демографиялық нысандар орналасқан аумақ. Жалпы осы геокеңістікте, жалпы бір кеңістік деп айтсақ, мысалы біз КСРО-ның ыдырағаннан кейін екі полюсті әлем өте көп полюсті әлемге айналды деп айтсақ болады. Яғни геокеңістік өзгерді. Немесе ғаламдық, аймақтық, жергілікті деңгейде деп айтуға болады. Ал енді әлемдік тәртіп өзгерді. Әлемдік тәртіп деген бар. Не ол? Белгілі бір уақыт кезеңде геосаяси күштердің ара салмағы түрінде әлемнің геосаяси құрылымы. Белгілі бір күштердің дейді. Жаңағы КСРО-ның ыдырауынан әлемдік көп полюсті әлемнің пайда болуы. Бұл әлемдік тәртіп терминіне жатқызуға болады екен. Енді жалпы геокеңістікті бақылау жасау деген ұғым бар. Бұл ұғымды орыс ғалымы Сорокин экспансия деп айтады. Ал экспансия дегеніміз не? Ол басым топтардың, мемлекеттердің және тағы басқа күш көрсету, экономикалық немесе мәдени ақпараттық ықпал ету аймақтарының кеңеюі.
Ал неміс ғалымы Фридрих Рацел жаңағы экспансияны Сорокин айтты, мен бірден жазып кетейін мына жерге, кейін ол бізге керек болады. Сорокин бізге экспансия терминін ұғымды түсіндірген екен. Ал енді сол экспансияның 7 заңын орнатқан ол неміс ғалымы Фридрих Рацел екен. Ал экспансия жаңа 7 заңы. Ал ненің 7 заңы? Экспансияның. Қандай заң екен? Тыңдайық, Сонымен бірінші, мемлекеттің көлемі оның мәдениетінің дамуына қарай ұлғая береді. Дұрыс, мемлекеттің көлемі. Мемлекеттің кеңістіктік жағынан ұлғаюы оның дамуының басқа көріністерінен де байқалады. Идеология, өндіріс, сауда қатынасы дамиды, мемлекеттің тартушы сәулесі артады. Үшіншіден, шағын деңгейдегі саяси бірліктерді жұту және өзіне тарту арқылы мемлекет ұлғаяды. Келесі заңы шекара. Мемлекеттің шетіндегі бір орган оның ажырамас бір бөлігі болып табылады. Бесінші, кеңістіктік экспансияны жүзеге асыру арқылы мемлекетті өзінің дамуы үшін аса маңызды аймақтарға, яғни жағалау бөліктері, өзен алабы, аңғар, жалпы бай аумақтар дейді, соны қамтып алуға тырысады екен. Алтыншы, экспансияға түрткі болатын бастапқы импульс сырттан келеді. Өйткені мемлекет өркениеттің дамуы өзінен төменірек сатыда тұрған мемлекеттерді немесе аумақтың есебінен өзінің шекарасын үлкейткісі келеді, аумағын. Келесі, неғұрлым әлсіз ұлттардың араласуы немесе тұтасуы тәрізді тенденция қозғалыстағы аумақтың одан әрі ұлғая беруіне түрткі болады деп Рацел экспансияның 7 заңын шығарған екен. Енді осы жалпы геосаяси кеңістік, әлемдік тәртіп, жаңағы геосаяси аумақтарға басқа геосаяси мүдделер деген термин бар. Яғни мүдделер дегеніміз не? Ол жаңағы ұлтаралық бірлестік немесе меншіктік деп айтуға болады. Мемлекеттік, ұлттық және коалициялық. Ол дегеніміз мемлекет аралық деген сөз. Ол сондай болуы мүмкін. Жалпы осы мүдделердің ішіндегі ең маңыздысы ол мемлекеттік мүдде екен. Ал мемлекеттік мүдденің ерекшелігі неде? Ол саяси тәуелсіздікті қорғайды, аумағын, мемлекеттің шекарасын сақтайды және сол мемлекеттегі халықтың әл ауқатын жақсарту мақсатында жұмыс жасайды деген сөз. Немесе сондай мүдде деген сөз. Міне балалар, бүгін жалпы геосаясаттың мақсатын және 4 міндетімен таныстық. Сондай-ақ ол нені зерттейді? Яғни әртүрлі аумақтық модельдерді құрады екен геосаясат. Сондай-ақ біз жаңағы бірнеше категориялармен таныстық, бүгінгі сабақта. Бүгінгі айтатынымыз осы, жалпы жаңа бөлім басталды. Мұқият сабақ тыңдауларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.